Баршаңызға қайырлы күн. Құрметті оқырман, бүгін біз сіздермен ерекше әдемі дәмді болатын печенье пісіретін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға ұн, қант ұнтағы және какаомызды салып, араластырып, кейін артынша балымыз бен сары майымызды қосып, жақсылап қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Бұл біздің шоколадты қамырымыз. Екінші қамырымызды дәл солай, тек какао қоспаймыз. Осымен дайын болған екі қамырымызды жайып аламыз. Және де видеода көрсетілгендей кесіп, дайындап қоямыз. Дәл солай екеуін де кесіп, ақ қара кесекпен бірін үстіне бірін қойып шығамыз. Барлық қамырды қойып болған соң, кішкене түзулеп, тоңазытқышқа 20 минут қоя тұрамыз. 20 минут өткен соң, табамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне печеньемізді пышақ көмегімен кесіп, қойып шығамыз. 200 градуста 20-25 минут аралығында пісіп шығады. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз.